Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге өте дәмді булочкалар дайындаймыз. Маған тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, видеоның соңына дейін бірге болыңыз. Ыдысымызға 300 мл сүтімізді құятын боламыз. Үстіне өсімдік майын құямыз. Ашытқымызды қосамыз. Тұз, жұмыртқаның ағын қосамыз. 100 грамм қант қосатын боламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Араластырып болғанымыздан кейін електен өткерілген ұнымызды қосамыз. Жоғары сұрыпты ұнды қосқаныңыз жақсырақ. Қамырымызды орта шағылып илейміз. Илеп болған қамырымыздың үстін мешокпен жауып 30 минутқа жылы жерге жауып қоямыз. Дайын болған қамырымызды көріп тұрғаныңыздағыдай өте нәзік болып ашыды. Дайын болған қамырымызды 12-9 бөлікке бөлетін боламыз. Доңғалақтап 5 минутқа тындырып қоямыз. Қамырымызды жайып бастаймыз. Қамырымызды жайып болғанымыздан кейін ішіне сармай жағатын боламыз. Проценті жоғары болғаны жақсырақ. Сапасынан қолданыңыз. Салмасы өзіңіздің қалағанша болса, қаласаңыз болады, қоссаңыз болады. Мен орехты ұсақтап турап араластырдым. Сіз өрік қолдансаңыз да болады. Екінші салмасы мақпенен суға сөндірілген мақ қолдандым. Жайып осылай орап алғанымыздан кейін пышақтың көмегіменен көріп тұрғаныңыздағыдай орап өріп шығамыз осылай. Сіз өзіңіздің қалаған формаңызбенен жасасаңыз болады. Екінші формасын роза булочкин көрсетемін. Қамырымызды орташа 10 мл шамасында жайып аламыз. Қамырымызды жайып болғанымыздан кейін сармайымызды жағамыз. Сармайымыз жаққаннан кейін мақты салмамызды салып, сіз өзіңіздің қалағанша салсаңыз болады. Осылай қапталын орап, пышақтың көмегіменен ортасына кесетін боламыз. Полный кесіп тастамаймыз. Ұшын қалдырамыз. Екеуін айқастырып, осылай көрсетілгендей қылып жасасаңыз болады. Ұшын шығарып, екінші біріктіреміз. Екінші қамырға біріктіреміз. Қамырларымызды, булочкаларымызды қалғандарында осылай жалғастыра береміз. Сіз өзіңіздің қалаған формаңызбенен жасасаңыз болады. Булочкаларымыз дайындап болғанымыздан кейін 20 минут, 40 минутқа расстройкаға қойсаңыз, булочкаларымыз 2-3 есеге ұлғаятын болады. Көтерілген расстройка барысында духовкамызды қыздырып қойыңыз. Духовка мұздай болса, булочкаларыңыз көтерілмей қатты болып қалады. Дайындап болған булочкаларымыздың үстін мешокпен жауып 20 минутқа қоятын боламыз. 20 минуттан кейін көтерілген булочкаларымыздың үстіне жұмыртқамызды жағатын боламыз. Полный айландырып, жақсылап жағыңыз. Осы барыста духовкаңыз қызып тұрған болу керек. 180 градуста 30-35 минутта пісіріп алатын боласыңыз. Міндетті дайындап көріңіз. Өте жұмсақ, дәмді, кез келген қонақтың көңілінен шығасыңыз.